Қайыр еткеннің сауабы Алладан. Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығының мамандары аз қамтылған және көмекке зәру отбасыларға қол ұшын созды. 3 кәсіпкер 20 отбасыға тегін азық-түлік таратты. Аталмыш акция ел аумағындағы төтенше жағдай кезінде халыққа көрсетіліп жатқан көмектің бірі ғана. Дүниені дүрліктірген дерттен басаман бауыр бүтін шығу басты мақсат. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді деген. Осыны ескерген Сарыағаш аудандық жастар ресурстық орталығы қарапайым халыққа қол ұшын созуды жөн деп тапты. Сөйтіп мейірімді көршілер атты акция ұйымдастырды. Қазіргі таңда ауданымыздағы мүмкіндігі шектеулі тұрғындарға, сонымен қатар тұрмыс жағдайы төмен отбасылар, сонымен қатар жалғызбасты аналарымызға бір жолғы азық-түлікпен және де қажетті заттармен қамтамасыз ету болып табылады. Акцияға атсалысып атымтай жомарттық танытқандар 3 жас кәсіпкер. Олар Жантас Андасбаев, Ахан Рахымбердиев және Мұхтар Мияновтар. Үшеуі де Сарыағаш ауданының тұрғындары. Бүгінгі бастау алған акция челленджге ауданымыздағы барша кәсіпкерлерді шақырамыз. 25 келі ұн, 2 қалташа макарон, май, қызамық пастасы, күріш және гигиеналық заттар. Қайырымдылық шарасының шарапатын көрген отбасының 5-еуі Сарыағаш қаласының тұрғындары. Бірінің бағушысы болмаса, енді бірі еңбекке жарамсыз. Карантин кезінде шықпа жаным шықпа деп үйде отырған олардың жомарт жандарға алғысы шексіз. Рахмет сіздерге, осы еліме, халқыма, бізді осындай қиын қыстау кезінде елеңсіз қалдырмағандарыңызға, кәсіпкерлерге үлкен рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Акция Сарыағаш қаласы, Қызылжар, Қабланбек және Құркелес ауыл округтерін қамтыды. Жалпы 20 отбасыға дем берген жоба жалғасады дейді ұйымдастырушылар. Сарыағаш қаласынан Гүлсанат Қалмырзағызы, Мерхан Бақытжанұлы, Нұрлан Алтынбеков, жаңалықтар.